Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Мына көрші мемлекеттерді қарап отырық қой, мына қазір 21 ғасыр интернеттен бәрін көріп отырық та. Мына Қырғызстанда манағындай құйтырқы әрекет жасап жүрген, сыбайлас болып жүрген мысалға нелерді, лауазымды қызметкерлерді қамап жатыр да. Дәлелмен ұстап, дәлелдеп қамап жатыр. Бізге келейік те, біздің Қазақстанда неге екені белгісіз, көзге көрініп тұрған сыбайластар, жемқорлар жүр, кәдімгідей жүр, қасында әңгіме айтып тұрады, дәлел толып тұр пашкасымен. Сонда да ешқандай іс қозғалмайды. Прокуратураға хат жазасың, бірнеше рет жаздық. Хатты сол манағы, яғни қылмыскер деп айтсақ болады ғой, сыбайлас деген өзіне жібереді сол хатты. Ол жазады, сосын ответ. Мен сыбайлас емеспін дейді. Сонымен шаруа бітеді. Түсініксіз да, фактілер, көзге көрініп тұрған фактілер ғой. Мысал келтіріп дәлелдеп айтып көрейін міне. Мысалға высоковольтный линияның астына бір дүкен салып қояды да, соған қол қояды да, әкімшілік қол қояды да, сол қалай ол қызыл алаң ғой, қауіпті аймақтар болмайды ғой, 20 метр жақындауға. Или газдың трубасы тұрады, астында көмілген. Жоғарғы қысымды газдың трубасы. Үстіне барады да, дүкен сала салады. Ол да құжаттандырып алады. Бірдеңе деп айтсаң, прокуратураға шықса, прокуратура қатты әкімшілікке жібереді, әкімшілік алады да, ол заңды дейді да, енді ол госактісі болғасын заңды болып табылады ғой. Енді қалай ол заңды болып тұрады, ол қауіпті аймаққа жатады. Қызыл аймақ дейді да, қауіпті аймақ. Солда соларды шешілмейтін сұрақтарда мен ойлаймын да, кейде маған бір күнге прокурордың удостоверениесін бер, мен бір күнде нешеуін апа жетектеп алып барам, дәлелмен алып барам, жетектеп, мынау дәлелім, мынау деп. Қазір де көзге көрініп тұр ғой. Біздерде көбіне әкімдер ауысып кетеді ғой. Бірақ енді қазіргі әкімдер қатысым жоқ дейді ғой сірә. Бірақ бәрі де көшіп кеткен жоқ, жүр, бәрі де осы жерде жүр, осы маңайда, ауыл айналасында. Соны енді қалай шешеміз? Әлде осылай жалғасып кете бере ме?